Ассалаумағалейкум достар, сендермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздер скайблогымызда ойнауды ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгін біздерде қателеспесем төртінші либо үшінші бөлім сияқты. Анығын білмеймін, но білетін болсаңыздар комментария жаза кетіңіздер. Бүгін біздерде скайблогтан ойнаймыз. Біздер алдыңғы бөлімдерде ар жаққа барып, яғни біздер қазір көрсетеміз сіздерге. Біздер мыняқа өзімізге ағаш фермасын жасаған болатынбыз. Дейік қойын. И осы ағаш ферманы осы бөлімде жасап бітіремін деп ойлаймын. Алдыңғы бөлімдерде яғни бізде ресурс жетіспей, кішігірім проблемалар болып қалды десек те болады. Так, біздер мына бір жерге мынаны қойып жіберейік. Так, достар, сіздерге айта кетер өтінішім, достар, видео бастамастан бұрын каналға лайктарыңызды басып, арнаға жазылып, колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Бізденше видеомыз бастайық. Так, біздер мына жерді жасап жібергім келіп тұр мен, өйткені көзіме бір түрлі көрініп тұр ше. Так, достар, мен бұл бөлімде асықпай, как положено, асықпай ойнаймыз. Біздер алдыңғы бөлімдер асығып 2x'ге қойып видеомызды ойбу көргендер болса комментарий жазып кетіңіздер. Алдыңғы бөлімдер бір қиындау болды енді. Так, біздер көп сөйлемей верстактан өзімізге плита жасайық. Так, плита. Былай и былай. Все. Мінеді тұр екен, біз осы плитаның бәріне саламыз. Так. 2.64 жететін сияқты, маған 2 стак. Осыны бірінші қойып көрейік. Если жетпей жатса, тағы да жасаймыз. Менің қарным ашып жатыр екен ғой, ё-моё, бәсе жүгіре алмай жатыр. Так, достар, маған кішігірім тұмау тиіп қалды. Енді видео арасында кішігірім бір проблемалар болып жатса кешіріңіздер. Так, бізде құм по-любому жетпейді екен ғой. Сол себепті тастап бүйтіп қойып кете берейік, осылай. Мен мына жерге жететін құмыма дейін қойып кете салайыншы. Так, осы жерге және осы жерге. Так, бұл жерге булыжник және құм. Мына жерге де құм. Достар, сіздер обязательно арнаға тіркеліңіздер, өйткені менің арнамдағы видеоларды 99% адам 5 подписка көреді. Ол деген өте сұмдық қой, 99 адам 5 подписка көреді деген. Өйткені бірақ адам подписаться етіп көре ма менің каналымда? Бірақ адам емес, бірақ пайыз адам. Сол себепті достар, қазір арнаға жазылып қойыңыздар. Арнаға жазылып, лайктарыңызды басып, сөйтіп көрсеңіздер. Оны көріп шығып кеткенше ше. Так, біздер көп сөйлемей, мынаны осылай қояйық. Құм жетпей қалды мынақа. Біздер құм алу үшін саженецтің өскен күту керек. Саженецті сындырып, магазинге сатып, өзімізге ақша алып, және сол ақшаға құм сатып алу керек. Яғни менде қазір азырақ ақшам бар, қазір сатып аламыз. Менде $6 бар екен. Бұл әлі ашылмапты, сол себепті алмай ақ қояйық. Менде яблоко бар, айтпақшы, осыны жеп алайыншы. Қарным ашып отыр өйткені. Мен тауықтарым қайқа кетіп қалды өзі. Өліп қалды ма? Походу сондай сияқты. Так, мынаны лақтырып көрейік. Ойдам да шыққан жоқ. Так, менің тауықтарым өліп қалса, значит, қалай өліп қалды олар? Мен бұларға қора соғуым керек қой. Мыналар өйткені маған тамақ болады. Сол себепті біз қора соғайық. Так, қора соғатын бізде зат жоқ. Так, ағаштарымыз бізше негізі. Осындай қылайықшы. Так, бұл Майнкрафтта прямой болып кетпейді екен, асықпай істейсің. Так, осылай. Және мынаны дайын саламыз. Енді осыларды сатамыз. 2.64, яғни 2 стагын сатам. Мына қолымда тұрған 39-ы, 29-ы маған керек әлі.
Так, мынаны сатамыз және мынаны сатамыз. Маған әлі лужник ашылмапты. Сол себепті сатпаймыз. Мен айтпақшы достар, сіздер не жоқ кезде, видео түсірмей жатқан кезде мен өзіме косыне мука сатып алғанмын мен. Яғни анаяқтан скелеттер тіріледі, неден тіріледі. Сол кезде мен магазинге осы ақшаға косыне мука сатып 46-сын алдым. Ой, омай, кетші. Енді осы егіндерімізді өсіріп, егінмен айналысайық. Так. Менде 3 яғни зат бар. Пшеница, семеня. Так, осы семеняны егіп, осын көбейтейікші. Солай егінмен айналысамыз. Так, осылай және осылай. Егін сындырып алайық. Суға түсіп кетіп біреу аламыз. Так, мына жерге және мына жерге өсіртеміз. Негізі мен бұл косыне муканы бекер бүйтіп құртып жатырмын, өйткені маған бұл әлі керек алдағы уақыттары. Сол себепті бұны үнемдеу керекпін мен. Так, осылай сыналамыз. Қалай бұл онақ жерге құлап кетті жартысы. Так, мен өзіме бесконечный водой жасайын. Так, біздер нақты сындырсақ қазір. Ё-моё, құлап кеттім ғой. Все, спаун еттік. Так, менде құм қамады ғой. Так, сол себепті біз не істейміз? Не істегенде мынаны мына жаққа көшіретін сияқтымын. Мына бесконечный немізді, генерациямызды. Так, шелегімізді алайық қолымызға. Так, осы жерге ма әлде бөлек жасайын ба бір? Лужникпен алыстау жерге. Осы жерлерге жасасақ негізі. Бізде ағашымыз өсіп жатыр ар жақта. Ал мен мына жаққа жасайыншы. Негізі алысқа істегім де келіп тұрған жоқ. Сол себепті сәл мына алыстау жерге істейік. Сәл ақ. Так, бір 4 блок осы жерге істей берейін, иә. Так, біздер өлшеп істеуіміз керек қой. Мына жерден біз если тасты алатын болсақ, так, мына жерден біз лава құямыз. И мына жаққа осылай. Так, былай. Мына жерге біз суымызды құямыз ғой. И осылай. Мен негізі бекер былай жасадым. Тағы да бір не істейік осыған. Осылай и былай. Все. Ой, оманы артық болып кетті. Міне осы жерді тесеміз, өйткені осы жерге суымыз кетеді. Так, мынаны былай. Көрейікші. Ой, омай. Ей, не болып жатыр ма? Ой, мен бәрін бытшын шығармын ғой. Сындырайық. Достар, видеоға лайктарыңызды басып отырыңыздар. Мынаны әрең істедім мен. Міне енді болды, все. Енді мына жаққа тоже дәл солай лаваны қою керек. Анау су кетіп жатыр жерге қарай. Үстіп. Мынаны бүйтіп қойсам нормально ғой, а? Мынау былайынан. Все, болды деп ойлаймын енді мен. Мынаны өйстіп қоя салайық. Негізі мына жақты былайынан жауа салған дұрыс сияқты меніңше. Мына тұра берсін ба? Тұра берсін, алдағы уақыттары ұнамай жатса жауа саламыз ғой. Мынаны қара мен істеп жатқанымды. Так, мынаны бүйтіп аламыз сәлекке. И жоқ. Ой, ё-моё. Құлап кете берме? Все, спаун еттік. Так, болды ғой, а? Менің ойымша болған сияқты. Ой, әдемі, все. Енді осылай сындырып отырамыз ғой. Сіздер видео лайктарыңызды басып отырыңыздар қазір.
Все, бұл бізде дайын. Енді мына жерді сындырайық. Так, біз енді өзімізге мына жерге бір жер алу керек. Мен өзіме егін егетінде және бесконечный воды жасаймын деп тұр. Негізі шіле алысқа істеудің қажет жоқ. Бесконечный воды. Так, 4 блок қоямыз. Осылайынан. Если істеуді білмейтіндер болса, үйрене алыңыздар. Негізі бәрі істеуді біледі деп ойлаймын Майнкрафт ойнайтындар. Бірақ кейбіреулер білмейді ғой. Короче, ортасын 4-те қылып қалдырасыңдар. Сосын мына жерге су құясыңдар, короче. Мен қалай көрсетемін сендерге? Мысалы қараңдар. Так, менде лед болу керек, міне. Осыны қойып сынырып алайын. Так, қараңдар, мысалы үшін мына жерге бір су құямыз. Айтпақшы маған болмайды екен ғой. Мен біреуге ақыл айтып отырмын ғой. Так. Осылай. Әлі де болмайды. Осылай. Астын бүйтіп жауып қояйық. Мен бірдеңем өйстіп істеп жатқан кезде мен идеально вообще істемегем. Өйстіп қисық қоям. Немесе блогым жетпей қалады. Өйстіп. Және өйстіп. Негізі мынаны алып тастау керек. Все, короче. Қараңдар, енді осы жерге құямыз. И қазір көрсетем. Мына жаққа құямыз да, қарама-қарсы жаққа. Мысалы, біріншісін осы жерге қойған болсам, екіншісін мына жерге. И өйстіп ағыс болмайды, короче. Либо няха болмайды, и бір орында тұрып қалады, короче. Сол кезде осыдан ала бересіңдер. Бітпейді, короче, шексіз, яғни бесконечный воды. Так, біздер ана ағашымыз сындырайықшы, мен осыны көп күттім. Негізі өстіп ағашымның өскенін. Мен дөу өсіпті ғой. Бәсең әм жай сындырып отыр десем. Киркамен. Еріп тұрып қой. Так, болды ма? Шүкір осығанда. Так, бесконечный воды бар бізде, ағаш фермасы бар. Бізге енді керегі егін, яғни грядка бола ма, қалай болады. Так, осыны сындырып алайық. Достар, келесі бөлімде не жасаймыз, соның бәрін жаза отырыңыздар. Так. Мына бір ағашқа көтті. Все. Болды да ойлаймын енді. Енді біз неше ат шықты нерден. Төртеу шықты. Несі, төртеу жүре берсін, өлтірмей-ақ қойын. Достар, келесі бөлімде егін егетін жер жасайын ба, әлде өзіме үй соғайын ба, либо қора соғайын ба, соның бәрін комментарияға жаза отырыңыздар. Осымен осы видео аяқталды. Сендермен болған бұл мен Нойл. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бірақ достар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Давайте.